Сәлеметсіздер ме? Бүгін бізде науқасты арқасымен жатқызу қалпы, қолдану көрсетілімдері, ойық жараның дамуының алдын алу және енжарлы еріксіз қалыптағы науқас. Керекті заттарды дайындап аламыз. Бізге керегі валь және жасықшалар. Науқастың келісімін алып аламыз. Саламатсыз ба, Бейсен Бауыржан? Мен сіздің мергеріңіз Айтуова Айғаныс. Сізді бүгін төсектегі қалпыңызды өзгертетін боламыз, арқамен жатқызатын боламыз. Сіз келісіміңізді бересіз бе? Іс-әрекетке көшеміз. Поршенді түсіріп, науқастың жамылғысын ашатын боламыз. Жасықшаларды аламыз. Керегі валик және жасықшалар. Валикті науқастың 8 көз аймағына қоятын боламыз. Иықтың жоғары жағына жасықша қоятын боламыз. Келесі шынтаққа қоятын боламыз. Кішкентай жасықша. Келесі балықтардың 1/3 бөлігіне жасықша қоятын боламыз. Келесі санның сыртқы бөлігіне валиктерді қоятын боламыз. Енді табанға 90 градус бұрышта тірегішті қоятын боламыз. Қажет болған жағдайда жамылғыны жабамыз. Поршенді көтереміз. Науқасқа кері байланыс жасаймыз. Сізге ыңғайлы ма? Иә. Іс-әрекетті аяқтаймыз.